Сәлем достар, Ток арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде қарапайым отбасының екінші бөлімі болатын болады. Арнама тіркеліп лайктарыңызды, подписканы басып, колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Сөйтсер біз сериалымызды бастаймыз. Ладно, пока. Сосын сөйлесем, пока. Эй, Жібек, тұр. Жібек деймін, тұр бұл. Жібек, тұр. Ей, не болды тағы? Бір нәрсе болып қалды ма? Той, бірінге оята бересің мені. Ой, мама айтып жатырсың. Ана несесінде. Той, ана бастай жүрсің дейді. Мақұл, тұрам қазір. Онсы тұрып қойдың ғой. Ал сен неге жумайсың? Мен және завтрак дайындадым. Еще продукты алып келдім сенің орныңа. Енді мама жіберді мені андай көшеге шығып кел, достап, көршілермен аралас дейді. Жақсы, онда мене барайынсың мен қазір. Ладно. Ура. Так. Кисланчусы. Ну, нормально, хотя бы киімі. Өзің ұнап тұр ғой. Бұл менің жақсы көретін киімім ғой. Ладно, саған наза болды ғой. Маған барлық киім ұнайды. Сен осы киіммен жүре бересің ба? Енді бұл ауыл ғой. Анда қала болса болады. Андай әдемі киіммен. Ой, ладно. Кет. Ойбай, мен көзім көрінмей жатыр. Осы сенің көзіңі бар ғой. Қалаға барып емдету керек. Құмашы. Қайтағын айтасың. Той бір. Мен сені мамаға айтып берем. Кеттім. Бұған. Той бір осы қыздай. Той, бір нәрсе айтуға болмайды осы қызға. Үнемі болса, бір нәрсе болса, үстіп шығады. Надоел уже. Мама, қарылтан. Ей? Не болды? Жібек? Сол ғой сол. Не болды, қызым? Мама, ана, үмітке айтыңызшы. Сен көзіңді емдету керек, сенің көзің көрмейді деді маған. О, мама. Не, қызым, солай айтты ма? Ой, бір осы қызда құтырынып кетті. Неге сен тәрбиелемейсің қыздарды? Тәрбиелеп жатырмын ғой, бірақ мен осылай айтады деп ойламаппын. Қазір енді сазайын береді. Жарайды, сен барып бере берші, мен жаңалық тыңдаймын, еще газет келеді. Жүр қызым, қане. Жүріңіз. Ей қыз, сен неге тисе берсің, Жібекке? Ол саған сонша не істеп қойды, Сен неге оған айтасың? Көзің соқыр. Неге сен антикит ағасың көзіңді емдету керек деп? Неге сол айтасың, Тұра алмай кеттің ғой. Жарайды. Енді ол айтпай. Құтырынып кетті ғой. Көшеге сен ертіп шығасың. Жібекті де. Не үшін? Өзі баралады ғой, кішкентай емес. Ей, ол сенен 3 жас кіші ғой. Кішкене ойлансай, сен 14-тесің. Ал бұл 12-де. Енді маған көпсіз керек емес. Ыдысты жуасың да, бірақ кетесің. Той. Мақұл, жарайды. Міне, жақсы болды ғой. Анам ұрысқаны. Песі слишком құтырынып еді. Енді жақсылап тұрып ұрыспасам.
Бар енді бол. Не қарап тұр? Тез бар бол. Тексірем қазір қалай жуғаныңды. Жарайды, кеттім. Ха-ха-ха. Міне көрдің бе? Мен қалай жақсы көреді анам мен әкем. Көрдің бе? Енді міне және ғана мақтанып жатыр едің, ыдыс жу деп ше. Енді өзің жуатын болдың. Ха-ха-ха. Өзіңе сол керек. Түс сөйлемеш болды енді. Айтпақшы мә, саған кофе құйып берейін. Сен завтрак ішпепсің ғой. Мә, тамағың дайын. Іш тамағыңды мына. Мә, іш тамағыңды. Мен ыдыс жуам. Жақсы. Мен тамағымды ішейін, сен жуа бер, иә? Жуамын сізді. Іше берсе тамағыңды. Кім дайындады? Анам шығар, иә? Анам үнемі тамақты қылдырып дайындайды. Мен дайындадым. Сенікі де бірақ күшті ғой, ладно. Мана ойыншығыңды алса, иә, менің қасымда, дәл қасымда отырсын. Жұмыртқа өте қатты жақсы көремін ше. Так, суымды ішіп алайын. Қандай тәтті. Рахмет, әпке. Қасы жоқ. Так, мен жуып тастайын, күт. Ал мен жуып болдым. Жақсы, онда кеттік, әкем айта салайық. Иә, анамыз айта салады, кеттік. Так. Әке, ау. Мен ыдыстарды жуып қойдым. Енді біз көше аралап қайтамыз. Жақсы, онда. Жолдарың болсын. Жақсы, рахмет. Кеттік. Иә. Так, майлер қандай әдемі. Иә. Бірақ әпке адамдардың көп жүреді екен, иә. Иә, соны байқадым менде. Ладно, кеттік. Сәлем. Сәлем. Қалайсың? Жақсы, өзің? Мен де жақсымын. Есімінде Әдия. Ал менің атым Жібек. Мә, қандай әдемі есім. Рахмет. Ал бұл менің әпкем. Аты Үміт. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де. Бұл бізде почти парк. Паркта балалар деген өте көп жүреді. Мен ауылдарында да осындай әдемі парк бар екен. Иә, жаңадан ашылды. Өте күшті, және де тіпті халық деген көп жүреді. Иә, көрініп тұр. Жарайды, онда бізге ауылды таныстыра өттере ма? Иә. Достар таптыңдар ма ауылдан? Мен таптым, ол сен. Мен де таптым, ол сен. Ал мен таппадым, өкінішке қарай. Себебі тұрсын ғой. Мұңайма, Жібек. Мұңайма, Үміт, сен де дос табасың. Рахмет. Жақсы, онда кеттік. Біз әңгімелесе тұрайық, сен басқа балалармен таныса тұр. Жарайды. Сәлем. Қалайсың? Жақсың ба? Сәлем, қыздар. Менің есімім Үміт болады. Мен қаладан көшіп келдім ауылға. Қой, сен қаладан көшіп келдің ба ауылға? Күшті екен.
Иә, күшті. Мен негізі қаланың қызымын. Бірақ мен қаланы өте қатты сағындым. Мен де қалаға кеткім келеді. Бірақ ата-анам көшіп келген соң, енді осы жерде тұрағам. Давайте, может быть, дос боламыз. Иә. Танысқаныма қуаныштымын. Менің есімім Аделя болады, ал менің есімім Андрю. Қандай әдемі есім, қандай күшті есім. Рахмет, сенің есімің де бізге ұнады, күшті екен. Иә, рахмет.